Дәстүрлі мектепте білім сапасы тек үздіктер мен озаттарға қарап есептеледі де, үштік пен екілік алатын оқушылар ескерусіз қалады. Бұл білім сапасының жалған көрінісі. Үш өлшемді оқыту жүйесінде тақырыпты меңгеру сапасын анықтайтын тиімді құрал ол объективті сандық мониторинг. Бұл жерде сапа үштік алатын оқушыларды ескере отырып, сыныптағы барлық 100% оқушының орташа арифметикалық ұпайымен есептеледі. Ал екілік алатын оқушылар атымен болмайды. Себебі барлық оқушы пәннің әр тақырыбы бойынша бірінші деңгейдегі білу тапсырмаларын орындап, сынақтан өтуге міндетті. Сондықтан олар міндетті түрде 6 балл жинап, кейінгі түсіну, қолдану және 4-ші деңгейдегі жасау деңгейлеріне өтіп отырады. 4-ші деңгейде оқушылар өз әлеуетін ашып, дербес STEM жобаларын құрастырады. Бұлар әр балаға өзінің табиғи қабілеті мен қызығушылығы жоғары пәндер бойынша ең жоғары жасау деңгейіне жетуге мүмкіндік береді. Болашақ мектептің мұндайда басқа мүмкіндіктерін толығырақ білу үшін, құрметті әріптестер, профильдегі сілтемені басыңыздар. Дәл қазір сол сілтеме арқылы менің тегін вебинарыма өтіп, тіркелу формасын толтырыңыздар.